Біз айтқалы отырған бұл адамның даңқы бір кездері тіпті Назарбаевтың өзінен асып түскенін сіз білесіз бе? Бүкіл Қазақстанда Қонаевтан кейінгі екінші адам болған бұл адамды кімдер құртып жібермек болды? Тіпті сол кездері Қонаевтан кейін Қазақстанды Назарбаев емес, осы адам басқарады деген әңгімелер айтыла бастаған. Оның есімі Еркін Әуелбеков болатын. Сіз қазір үлкен қалаларда Әуелбеков деген көшенің атын көрген боларсыз. Ал осы адам кезінде Мәскеуден келген генералдардың өзін аяғынан тік тұрғызып қойған сіз білесіз бе? Қазақтың адал перзенті Еркін Әуелбеков Ақмола облысында дүниеге келіп, Кеңестер одағының жүрегі саналатын Мәскеуде білім алып, еліне оралады. Елге оралған соң қарапайым ғана агроном болып жүрген қазақтың қаршадай баласы бар болғаны 8 жылдың ішінде облыстағы ең лауазымды қызметтерді атқара бастайды. Жап-жас жігіттің дарындылығы сол кезден бастап бүкіл республика көлемінде аңыз болып тарайды. Осылайша бар болғаны 30 жастан енді асқан Еркін Әуелбековті ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары етіп тағайындаса керек. Алайда дәл осы жылдары еліміздің түкпір-түкпірінде басшылық лауазымдарды басқа ұлттың адамдары иемденіп, қазақ тілі өз жерінде азшылыққа айналған кездер болатын. Бұл кездері Кремль қазақтан шыққан дарынды жастарды билікке жақындатпауға тырысты. Алайда қайсар мінезді Еркін Әуелбеков өзінің басшысы, министр Матарейкамен айтыса жүріп, өз дегенін жасапты. Енді ғана қызметке келген Әуелбековтың не істегенін қараңыздар. Әлгі министрдің еңбек демалысына кеткенін пайдаланып, сол министрдің міндетін атқара жүріп, сол аралықта министрлікке қарайтын екі басқарма басшылығына қазақтан шыққан екі басшыны тағайындап жібереді. Осылайша Кремльдің саясатымен алысып жүріп, қазақ жастарының билікке келуіне себепші болады. Алайда еңбек демалысынан оралған министр Матарейкаға бұл жағдай ұнай қоймайды. Әуелбеков пен оның басшысы арасында ашық айқас басталып кетпес үшін мұны байқап жүрген Қонаев атамыз болашағынан үлкен үміт күттіретін Әуелбековті әлгі Матарейканың алдына жығып бермей, қолдау білдіріп, қазақ КСР астық өнімдерімен құрама жем өнеркәсібі министрі етіп жоғарылатып жіберген екен. Көкшетау облыстық партия комитетіне бірінші басшыны тағайындау кезінде Қонаев бірден Әуелбековке шығып, оны бірден басшылыққа келеді. Осылайша кеше ғана агроном болып жүрген жап-жас қазақ жігітінің есімі бүкіл одаққа әйгілі болып шыға келді. 45-тен енді ғана асқан қазақ басшысына социалистік еңбек ері деген атақ беріледі. Осындай атаққа мұндай жасында бүкіл республикадағы обком хатшыларының бірде-біреуі жетпеген еді. Дәл осы кезден бастап ғарыштық жылдамдықпен бүкіл одаққа танымал болған Әуелбековтың артынан неше түрлі әңгімелер айтыла бастайды. Әсіресе Қонаевтың айналасында жүргендер Әуелбеков туралы неше түрлі жобаға келмейтін алып қашпа сөздер таратып, реті келсе Қонаевқа оны жамандауға тырысады.